Ақылды жігіт пен зерделі қыз. Ерте заманда Ұлытау өңірін мекен еткен Санғасыр деген қарт адамның жалғыз қызы болған екен. Қартайғанда көрген жалғызының сымбатты, зерделі боп өскендігіне мың бір тәубе қылған шал оны теңіне қосуды армандапты. Арман түбі көп белес, белес түбі асқар. Сол асқарға шыққанда көңіл шіркін не айтар? Күндердің күнінде қыз кәмелетке толып, әркімдер құда түспек болып жаушы салғандықтан Санғасырдың басы қатыпты. Малы мыңғырған байға беру керек пе? Ел билеген ханға беру керек пе? Жоқ әлде тәулігіне 22 рет сәлем беріп, дін ұстап, иманды жолдас қылған жанға беру керек пе? Осылайша қызының теңі кім екенін таба алмай, әуре сарсаңға түседі. Әкесінің басы қатып жүргендігін сезген қыз бір күні: жақсы адам елге жуық, жемісті ағаш жерге жуық деп құлақ қағыс етеді. Бір жыл тосып, 2 жыл тосып, ойлы адам көзіне түспеген Санғасыр ақыры бір ұстадан темір таяқ алып ел кезеді. Сансыз руларды аралап, небір жігіттерді кездестіреді, бірде біреуін жақтырмайды. Аспанмен астасқан ақ сәлделі таудың талайынан асып, жұпар иісі аңқыған гүлді даланың жалпағынан басып, сарыла аңсаған, асыға арман еткен қызына тең таба алмай, ақыры елге қайтуға бет түзейді. Солтүстіктен оңтүстікке созылған даңғыл керуенмен бірге қонақтап, жылжи басып келе жатса, киімі жұтаң, өңі жадау бір бала қарсы ұшырасады да үн-түнсіз ілесіп отырады. Баланың аты Мерей еді. Ел аралаған жетімнің бірі болу керек. Бет алысымыз, жолымыз бір сияқты деп ойлаған Санғасыр оған көз қырында салмай жүре беріпті. Бір мезетте бала: ата, ес біліп етек жаптыңыз ба депті. 100 жасап, сақалы қудай болған шағында мына сөзді естігеніне шал қатты ыза болады. Шілденің шіліңгір ыстығында сандаған шақырым жолды жаяу жүріп, тілі аузына симай түтеп келе жатқанда, келеке еткендей болған бала сөзі тіпті долдандырады. Сандырақтамай жөніңі жүр, деп қытымырлана зекиді де тарта береді. Қиырсыз жолды қыбырмен қысқарту қиына, оның үстіне білмегенін білуге талпынып, жер шарынан ең көп жасаған адамды іздеп шыққан бала тағы да сұрау сұрап: ата, сөз атасы не? Жол атасы не? Су атасы не? депті. Шал жауап берудің орнына тоқтай қалып, бала жігітке алая бір қарайды да қайта айналып жүре береді. Бүгін шалды мұнан артық қажай берсе, ренжітіп аларына Мерейдің көзі жетеді. Күн ұясына кіріп, жерге қараңғылық үйіріледі. Екеуі бір өзеннің жағасына келіп дамылдайды. Бала жүгіре жүріп шөпшек теріп, от жағып, шалға шай қайнатып беріп: ата, ертеңгі жолды сіз бастайсыз ба, мен бастаймын ба дейді. Даңғыраған жолдан даңғой адасады. Маған еріп жүре бер деп жауап қайрады шал. Таң ата 2 жолаушы жолға түседі. Жол бойы жайқалған қалың егіс екен. Бидайдың дәні тегіс бас жарып, сабағы сыбдыр қағып, ырғатылып, толқып тұрыпты. Ата, мынау желінген астық па, желінбеген астық па дейді Мерей. Көзіңді шел басып тұрма, тік тұрғанын көрмей келемісің деп ашулана жауап береді шал. Тағы біраз жүрген соң бұлар бір жолды ауылға кезігеді. Арыстай азамат өлген қаралы ауыл зар еңірей күңіреніп, мәйіт салынған табытты ауыл сыртындағы зиратқа көтере апарып жерлеп жатады. Ата, мына желеніп жатқан адам өлі ме, тірі ме дейді тағы бала. Шал жарылып кете жаздап: өзің не оттап тұрсың? Тірі адамды жерлегенді қаятаңнан көрдің? Енді бұл жақтан тыйылмасаң, көрсетемін мен саған, дейді сақал мұрты дірілдеп. Ұзақ жүрістен қамшының сабындай болып қатып қалған темір таяғымен жерді нұқып-нұқып қалады. Енді тілдесудің орны да жоқ. Шал үнсіз жылдам жүріске түседі. Бала да қалмай ере береді. Сан таудан асып, орман шөл, өзен су, ой қырларды басып өтіп, бірнеше күннен кейін шалдың ауылына таянады. Ұзын елдің үйіріне, қысқа елдің қиырына барып, ұзақ сапардан қайта оралған шалды сүйікті қызы мен кемпірі құрақ ұшып қарсы алады.
ызақор шал үйге таяй бергенде баланы кірме деп қағып тастаған болатын. Далаға салынған ескі қара киіздің үстіне ойға ботып отырған жігітке сырттағы ошақ басында әкесіне ас дайындап жүрген Гүлбике көзінің қиығымен қарайды. Мерейдің қайратты қалың шашы, дөңгелек жүзіне келсе біткен ойшыл қара көзі, күлімсіреген жайдары шырайы Гүлбикені өзіне тартады. Оның жүрегі дір ете қалады. Мерейдің аужайын түйген Бикеш серпілген сезімі мен көтерілген көңілін тізгіндей түсіп, іштей мынандай тұжырым жасайды. Үйдегілердің қай-қайсынан болса да, айпарадай айқын, парықты ісің, өзгеше өмірің арқылы бөлектеніп, мен мұндалап тұрған бейнеңе қарағанда, сен некедегі жалғыз-жалғысы, не болмаса әділ де ақ көңіл, адал еңбегімен күнін кешкен жігіттің бірі боларсың. Не ыза мен кек, ақыл мен қайрат кернеген талапкердің бірі боларсың деп ой түйеді. Ол нәзік сезіммен еппен тиектеп, тірі жүріп жатырсың ба деп тіл қатады. Мерейді де Гүлбикенің ұзын қара шашы, көрікті бидай өңі, күлімдеген қарақат көзі, қиылған қасы, кішілеу қыр мұрыны, қаймақтай жұқа ерні мен оймақтай аузы еркіндігінен тыс баурап алады. Мерей де Гүлбикеге аздап әзіл тиегін ағытып, лайықты жауап береді. Далада отырған баланы тауып әкелген күйеуі осы ма екен деп ойлаған кемпір оны үйден шақырғанда шал ақырып, қарасын батырсын сүмелек мылжың дейді. Мерейді іштей ұнатып тұрған қыз үлбіреген жұқа ернін тістеп, ой тәубе, мына әкем сырттағы балаға неге сонша өш? Оны сыртынан мылжың деп неге тілдейді? Оның жетім кедей болғаны мін бе? Өзі өтімді де өткір жігіт екен деп іштей толғанады. Сөйтіп әкесінен неге ыза болғанын сұрайды. Шал басынан кешкендерін бастан аяқ айтып болған соң, қыз ерекше қуанышпен әкесін бас салып құшақтай алады. Ата, білмегенін білуге талпыну білімдінің әдеті ғой. Өз білмегеніңді кісіден сұра, үлкен болмаса кішіден сұра дейді емес пе? Біреу білмегенді біреу біледі. Ақыл жүре жүріп толады, білім іздегенге қонады деген. Баланың сізден сұраған сұрақтарының аң-таң қыларлық ғажабы да, селт етер үрейі де, шек қатырар күлкісі де, қалыптан шыққан ағаттығы да жоқ деп шешімін айта бастады. Ес біліп, етек жидыңыз ба деп жұмбақтағаны, осынша жасқа келгенше қорытқан ақылыңыз бар ма? Соны айтыңыз дегені. Сөз атасы не, жол атасы не, су атасы не депті. Меніңше, сөз атасы құлақ, жол атасы тұяқ, су атасы бұлақ емес пе? Ертеңгі жолды сіз бастайсыз ба, мен бастаймын ба дегенді. Қиырсыз жолды қысқарту үшін әңгіме айтыңыз деп өтінгені болар. Мынау желінген астық па, желінбеген астық па дегені, осы егушіге бұйыра ма, әлде емденушіге бұйыра ма деген сұрағаны. Жерлеп жатқан адамды өлі ме, тірі ме дегені, жаңалық ашып, артына белгі қалдырған жан ба, жоқ, құлқынның құлы болып өткен жан ба деп сұрағаны ғой депті. Қызының сөзін ұйып тыңдаған шал, ақылды жастың алдында өзін кінәлі адамдай сезініпті. Ол үріккен түйедей далаға жүгіріп шығады да, Мерейдің маңдайынан сүйеді. Балаларының ой өрісінің тең екендігіне іштей сүйсініп, екеуіне батасын берген екен дейді.